Зейнетақы қоры аясындағы дүрбелең бәсеңдеді. Бұған себеп ел тұрғындарының баспана рәсімдеу үшін қордан ақшалауды біртіндеп тоқтата бастауы. Бұл статистиктердің берген мәліметі. Артта қалған бір айдың ішінде азаматтардың өтініштері бойынша аударылған ақшаның көлемі маусыммен салыстырғанда 37%-ға дейін төмендеген. Сюжетке зер салайық. Қазақстанда баспана сатып алу мақсатында зейнетақы жинақтарын алу қарқыны күрт төмендеді. Статистиктер зейнетақы жинақ қорының берген деректерін есептей келе мынадай қорытынды шығарды. Өткен айда түскен өтініштер саны 31,4%-ға азайған. Тиісінше берілген қаржы мөлшері де төмендеген. Мысалы, маусым айында тұрғындарға баспана рәсімдеу үшін 147 миллиард теңге қажет болса, шілдеде бұл сома небәрі 53 миллиард теңгені құрады. Бір жолғы зейнетақы төлемдерінің орташа сомасы да өзгерді. Бастапқыда ол шамамен 5,5 миллион теңгені құраса, қазір 3,2 миллион теңгеге тең. Ал петропавлдықтар бұл мүмкіндікке қалай қарайды? Араларында жинақталған қаржыны пайдаланғандар бар ма? Менің ұлым өзінің ипотекалық кредитін сатып алған пәтерінің ақшасын сол өзінің зейнетақысына жиналған фондтағы ақшасымен жапты. Біз үшін, жалпы жастар үшін қазіргі таңда үлкен көмек деп ойлаймын өз басым. В данный момент у меня копится. Зейнетақы қорындағы ақшам шешіп алуға жетпеді. Шешу мүмкіндігі болып жатса, қаржыны бірден пәтер алуға пайдаланар едім. Зейнетақы қоры ұсынған мәліметке сүйенсек, бүгінге дейін тұрмыс жағдайын жақсартқысы келген ел азаматтарынан 365 мыңға жуық өтініш түсіпті. Осылайша тұрғындардың шотына қордан 1,6 триллион теңге қаржы аударылған. Бердімұрат Баймұқан, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.